Баршаңызға сәлем, сіздермен Олданай. Бүгін сіздермен дараяки жасайтын боламыз, яғни японский панкейки. Жұмыртқаны аламыз, осындай таза ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды салып, жақсылап венчикпенен араластыратын боламыз. Толық араласып болғаннан кейін үстіне мед, таза медті, яғни балымызды қосып тағы да араластыратын боламыз. Достар, видеоның соңына дейін қарап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Оның үстіне ұнымызды електен өткізіп, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Үстіне 1 чайный ложка, яғни ас содасын қосамыз. Тағы да араластырамыз. 10 грамм жылы суымызды үстіне құйып, осылай біркелкі масса, сұйықтау масса шыққанша араластыратын боламыз. 10-15 минутқа бетін пленкамен жауып қойып қоямыз. Дайын болғаннан кейін астын жай басып, газдың осылай 1 немесе 2 ас қасықтан салып пісіретін боламыз, бетіне шариктар шыққанша. Бұл жерде назар аударатын жағдай, табаңызды мүлде майламайсыз. Міне, 2 бетінде осылай пісіріп аласыз. Бұл жерде 12 штук шықты менде. Сізге көп керек болатын болса, 2 есе заттарды қосатын боласыз. Ортасына кез келген шоколад, нутелла, варенье, джем, өзіңіз қолдан осындай шоколадпенен сгущенка немесе сүт, сливки араластырып өзіңіз қолдан жасасаңыз да болады. Міне, осылай домалақтатып, жан-жағын жабыстыратын боламыз. Бұл дараякидің жан-жағы осылай жабыспақ болып келеді. Бір-біріне жабыстырғанда бірден бірігіп қалатын болады. Осылай барлығын бір-біріне жабыстырып шығатын боламыз. Өте дәмді, бір жегеннен барлығын жеп тастайтындай өте керемет, дәмді дараяки дайын болды. Қазір сізге ортасын кесіп көрсететін боламын. Ішіндегісі ақпайды, қою болу керек. Өте дәмді, жасап көруге сізге кеңес беремін. Дәл осы рецепт бойынша. Ас болсын баршаңызға.